Сәлем достар, бұл шоу-бизнес арнасы. Мейрамбек Бесіпбаев: Музарттың маған тигізген зияны бар. Музарт тобының әншілері жақсы адамдарын бағдарламасында қонақта болып, естеліктерін бөлісті. Мейрамбек Бесіпбаев бағдарлама барысында топтың өзіне тигізген зияны жоқ емес екенін айтты. Мына жерде отырып бір-бірімізді мақтағаннан ештеңе шықпайды. Музарттың маған тигізген бір зияны бар. Айтсам бола ма? Мені кейде жеке тойларға шақырады. Маған әннің сөздерін жаттау қиын. Ол неге десем, әбден Музартта бір шумақ өлең жаттап үйреніппін. Бірінші шумақты мен айтамын, соны ғана жаттап аламын. Ары қарай жігіттер алып кетеді. Топтың сондай зияны бар енді, деп күлді Мейрамбек Бесіпбаев. Каналым қызық болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Арнамда ең алғаш шоу-бизнес жаңалықтары болады.